Бармысыңдар жігіттері Майбалықтың, босатпаған тізгінін арғымақтың, көп ауыл жерін тастап көшкен кезде сөндірмеген шырағын болашақтың. Майбалық ауылының азаматтарын Қазақстанның 30 жылдығына арналған телендік жалғастырып жатырмыз. Ары қарай басымыз аман, бауырымыз бүтін болып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, ауылымыз жасай берсін. Жастарымыз ары қарай жалғастырып, алға Қазақстан. Алдаспан ерлерім бар, қысылмай қол бастар, марғасқа ұлдарым бар, тосылмай жол бастар, келеді өсіп кілең, рухы өр жастар. Алға, Ақсұңқар арландарым, тайсалмас тарландарым, бабамның қалған бағын Атыма көптен қанық қазатында қой, есімі Қожаберген, әкем Толыбай, Бөгенбайдың бұрынғы орда басем, 300-де сардар болған қалың қолғай деп жырлаған атақты Бақадыр. 300-ге есімі мәлім Қожаберген жыраудың, оның әкесі Толыбайшының сүйегі жерленген. Жамбыл ауданының Майбалық ауылының маңындағы Гүлтөбеге еліміздің түкпір-түкпірінен жүрген азаматтар жиналып, көк туымызды қолға алып атқа қонды. Орта жүзден тарайтын керейдің ұрпақтары алысқан жолда ат үстінен батқан батыр, айтысқан жолында сөзбен түйрейтін шешен болған кім білмейді. Ендеше аталар жолын жалғаған Майбалық ауылының азаматтарына Алла жар болсын. Біріңді-бірің қолда қысылғанда, татулы лайықтыс мұсылманға, оларсың бәрің батыр өнерден бұрыста ата жүймені сылғанда. Я Алла, ярвақ, пана болғай. Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Майбалық ауылынан осы шеруді Жаңа Жол ауылына табыс етеміз.